Чемпиондар лигасының 2018-19 жылғы маусымына ширек финалдық кезеңінде Манчестер Сити мен Тоттенхем командалары жолығып, орын алған шешуші жауапты ойын нағыз драмаға әрі шайқасқа толы қарқынды өткені естеріңізде ме? Этихад стадиумдағы болған бұл ойында қос команда тарапынан баққандай 7 гол соғылған болатын. Ситилік ұжым бұл ойында 4-3 есебімен жеңіске жетті, алайда олар сонда да келесі кезеңге өте алмай қалды. Оларға таңғажайып камбэк жасауға бір ғана гол жетпей қалған болатын. Міне, футбол осылармен, яғни қаншама голдармен, сонымен қатар драмаға толы ойындармен қызықтырақ. Ассалаумағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері, сіздермен нағыз футбол арнасы. Бүгінгі шығарылымда естен кетпес ең үздік тобон ғаламат камбэктер топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Видео басталмас бұрын қазақ тіліндегі футбол арнамызды қолдап, арнаға жазылып, және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Ендеше бастаймыз. Бүгінгі шығарылымымыз Чемпиондар лигасының 2018-19 жылғы маусымына 8-1 финалда кезең аясындағы Ювентус пен Атлетико командалары арасындағы болған кездесуден бастау алады. Алғашқы Испаниядағы болған кездесуде Мадридтік ұжым туриндіктерді жерге қаратып 2-0 есебімен жеңген болатын. Ойын аяқтала салысымен Атлетико бапкері эмоцияға қатты беріліп, мынадай қылығымен көзге түсті. Әрине барлық хейт пен қысым әйгілі Криштиану Роналдуға қарсы бағытталды. Жанкүйерлер мен басылымдардың мазақтарына әбден ыза болған шабуылшы шешуші жауапты ойынға ерекше мотивациямен дайындалғаны сөзсіз. Сонымен Италиядағы ойын туриндіктердің бірден шабуылға лап қоюларымен басталды. Десе де Атлетиконың тас қамал қорғанысын бұзу оңайға соқпады. Алғашқы голды тек 27-ші минутта байқадық. Роналду баспен соққы жасау арқылы есеп ашты. Бірінші тайм осы есеппен аяқталды. Кейіннен екінші тайм бастала салысымен Криштиану бұл жолы қайтадан баспен гол соғып, есепті 2-0-ге жеткізді. Бұдан кейін ұзақ уақыт бойы гол соғылмай, ойынның аяғына қарай Атлетико қорғанысы сыр беріп, олардың қақпасына пенальти белгіленді. 86-ші минутта Роналду пенальтиді сенімді орындап, хет-трик авторы атанып, өз командасын келесі кезеңге алып шықты. Ювентус тарапынан керемет камбэкке, әсіресе Роналдудың қарқынына жанкүйерлер қатты таңқалып, оларда Чемпиондар лигасын жеңуге басты үміткерлердің бірі деп есептеді. Алайда көп үміт артылған туриндіктер келесі кезеңде Аякстан жеңіліп, жарысты тым ерте аяқтады. Чемпиондар лигасының 2021-22 жылғы маусымының 8-1 финалдық кезеңінде турнир фавориттері саналатын алыптар бір-бірімен жолықты. Олар кім десеңіздер құрамында Месси, Неймар және Мбаппесі болған ПСЖ және Мадридтік Реал командасы. Франциядағы болған алғашқы ойында париждіктер 1-0 есебімен минималды басымдылықпен жеңіс еншілеп, барлығы Мадридтегі қарымта ойында шешілетін болды. Париждіктер Испания еліндегі болған ойында сенімді бастап, басымдылық өздерінде болғанына қарамастан, біраз қауіпті шабуылдар ұйымдастырудан тартынбады. Сөйтіп ойынның 39-ші минутында Килиан Мбаппе өзінің болашақ командасының қақпасына гол соғып, есеп ашты. Қос ойын қорытындысы бойынша 2 доп айырмасымен жеңіліп жатқан Реалға дереу түрде еш шию ауадай қажет болды. Алайда ұзақ уақыт бойы гол соғу бұйырмады. Кездесудің 61-ші минутында Карим Бензема қақпашы Доннарумадан допты жұлып алып, таблодағы есепті теңестіріп кетеді. Реалға оянып еш шию үшін осы гол жеткілікті болды. Кейінен 76-ші минутта Бензема екінші голды соғып, бұдан тағы 2 минут өтер-өтпестен ол хет-трик авторы атанып шыға келді. Шыны керек, әрі қарай ПСЖ толықтай шашылып қалды десек болады. ПСЖ ойыншылары не болғанын түсіне алмастан турнирмен қош айтысты. Керемет камбэк арқасында Мадридтік команда қос ойын қорытындысы бойынша келесі кезеңге өтті. (2018-19 жылғы маусымдағы өткен Чемпиондар лигасы бізге бір емес біршама таңғажайып естен кетпес камбэкке толы ойындарда сыйға тартты. Соның қатарындағы Аякс пен Тоттенхем арасындағы өткен тартысты кездесуді еске салып өтпесек болмайды. Алғашқы Лондондағы болған ойында Нидерландық ұжым 0-1 есебімен жеңіске жеткен болатын. Қызықтың барлығы шешуші жауапты ойында тіркелді. Кездесудің бар болғаны 5-ші минутынан-ақ Матиас де Лигт есеп ашып, алаң қожайындарын алға шығарды. Ал 35-ші минутта Хаким Зиеш есепті 2-0-ге жеткізіп, Тоттенхемді аса ауыр жағдайда қалдырды. Осылайша қос ойын қорытындысы бойынша есеп Аякстың пайдасына 3-0 болып кетті.
Әрине осыдан соң ойын мәселесі бітті, бәрі шешілді деп ойлады барлығы. Алайда сенесіздер ме? Тоттенхем ғаламат камбэк жасады. 55 минутта Лукас Моура гол соғып есеп айырмасын қысқартты. Одан 4 минут өте Моура тағы да гол соғып, барша жанкүйерлерге интриганың отын жақты. Алайда соңғы минуттарға дейін ешқандай да гол соғылмады. Сонымен 96-шы соңғы минут. Барлығы төрешінің ақырғы ысқырығын күтіп тұрған сәтте Тоттенхем қарымта шабуыл ұйымдастырып, Лукас Моура хет-трик жасап, Аяксты Чемпиондар лигасымен қош айтыстырды. Не деген эмоцияға толы ойын десеңіздерші. Шыны керек, Аякс үшін өте өкінішті болды. Осылайша Тоттенхем Реал Ювентустерді қарсылас көрмеген керемет ойыншылардан жинақталған Аякс командасының ертегісіне нүкте қойды. Қазір бұл Аякс келмеске кетті. Еуропа лигасының 2015-16 жылғы маусымының ширек финалдық кезеңінде Ливерпуль мен Дортмундтық Боруссия командалары жолығып, нағыз тартыс пен драмаға толы кездесу тіркелді. Алғашқы неміс еліндегі өткен матч 1-1 есебімен тең аяқталған болатын, және келесі кезеңге кімнің өтетіні Энфилд стадионында шешілді. Кездесудің 9-шы минутынан ақ Дортмундтықтар Мхитария мен Обамянгтың голдарының арқасында 0-2 есебімен алға шығып, барлығы шешіліп қойғандай ақ болған еді. Алайда қызықтың барлығы тек алда болды. 48-ші минутта Диво Ориги көзге түсіп, есеп айырмасын қысқартып еді. Алайда көп ұзамастан 57-ші минутта Марко Ройс гол соғып, таблодағы есепті 1-3-ке жеткізді. Осылайша Ливерпульдің жағдайы қиындап, оларға 3 гол соғу қажет болды. Десе де қанша қиын болса да, бұл олардың қолдарынан келді. Матчтың 66-ші минутында Каутиньо гол соқты, 2-3. Кейін 77-ші минутта Мамадо Сака барлығын таңғалдырып, есепті теңестіріп кетеді. Ал 91-ші минутта Деян Ловрен Ливерпуль тарапынан таңғажайып жеңісті голдың авторы атанды. Осылайша күдер үзбестен соңына дейін шайқасқан клуб тізгіндеген команда 4-3 есебімен жеңіске жетіп, жартылай финалға өтті. Чемпиондар лигасының 2017-18 жылғы маусымының 4-1 финалдық кезең аясында Барселона Рома командасымен күш сынасты. Алғашқы Камп Ноудағы өткен ойында каталондықтар итальяндық ұжымды 4-1 есебімен тізе бүктіріп, олардың келесі кезеңге өтетініне күмән келтіргендер кемде-кем болған еді. Алайда шешуші жауапты ойында римдік команда нағыз камбэктің не екенін танытты. Кездесудің 6-шы минутынан ақ Рома есеп ашып, Эдин Джеко алғашқы голдың авторы атанды. Және бұл голға Барса аса қатты сескене қойған жоқ. Себебі Ромаға әлі 2 гол соғу қажет болатын. Алайда Месси, Иньеста және Суарестер бастаған команда тым босаңсып қойып, болмайтын жерден римдіктерге жол беріп қойды. Алдымен матчтың 58-ші минутында Де Росси пенальти арқылы гол соғып, таблодағы есепті 2-0-ге жеткізсе, кейін 82-ші минутта Костас Манолос бұрыштамадан келген допты дәл бағыттап, есепті 3-0-ге жеткізді. Ойынның қалған бөлігінде Барселона сол күйі Рома командасының қақпасын нысанаға ала алмай, ойсырай жеңіліп турнирмен қош айтысты. Осылайша Рома ешкім ойламаған жерден сенсация жасап, Барселонаны тізе бүктірді. Чемпиондар лигасының 2013-14 жылғы маусымының финалында Мадридтік дерби орын алып, Реал мен Атлетико командалары жолықты. Ойын басталмастан бұрын көпшілік Реалды бір ауыздан басты фаворит деп есептеген болатын. Алайда матч кезінде Атлетико патшалық ұжымды ұзақ уақыт бойы қиналуға мәжбүр етті. Кездесудің 36-ші минутында Икер Касильястың қателігін ұтымды пайдаланған Диего Годин есеп ашты. Әрі қарай Реалға гол соғу үлкен мәселеге айналды. Қанша шабуылдап тырысқанымен Атлетико қорғанысы сыр бере қоймады. Ал уақыт болса сырғып, соңғы минуттарда байқала бастады. Дегенмен 93-ші минутта Реал ақыры дегендеріне жетті. Серхио Рамос бұрыштамадан әуелеген допты қақпаға дәл бағыттап, таразы басын теңестіріп кетті. Осы голдан соң Атлетико ұжымы шашылып кетті десек те болады. Осымша экстра таймдарда ақ жейделер Куртуа қорғаған қақпаға жауапсыз 3 топты соқты. Гарет Бейл, Марсело, сондай-ақ Роналду соққан голдар Атлетиконы әбден есеңгіретіп тастады. Әдетте финалдық матчтарда камбэктің тіркелуі сирек кездесіп жатады. Алайда осылайша жарқын жеңіске жету Реалдың қолынан келді.
Қадірменді көрермендер, бірнеше секунд уақыттарыңызды бөлуге тура келеді. Өкінішке орай видеоларымызда 65% көрермендеріміз тіркелмей көреді екен. Сондықтан егер әлі жазылмаған болсаңыздар, тіркелулеріңізді сұраймын. Қолдауларыңыз және әрбір басқан лайктарыңыз біз үшін өте маңызды. Ендеше жалғастырайын. Ағылшын премьер лигасының 2011-12 жылғы маусымы нағыз тартысқа толы болғаны соншалық, кімнің чемпион болатыны соңғы түрлі ойынның ақырғы минуттарына дейін анықталмай қойды. Чемпиондыққа таласқан Манчестер Сити мен Манчестер Юнайтед командаларының турнирлік кестедегі ұпайлары бірдей болғантын. Қызыл сойқандар өз ойындарын жеңіспен аяқтап, оларға тек қана Манчестер Ситидің сәтсіздігін күту ғана қалған еді. Ал ситилік ұжымға чемпион атану үшін КПР-ді өз алаңында жеңу қажет болды. Әуелі тартысқа толы ойынның 39 минутында Сабалета гол соғып, алаң қожайындары есеп ашты. Кейіннен күтпеген жерден қонақтар 48 бен 66 минуттарда гол соғып кетіп, Сити жанкүйерлерін үрейлі күйде қалдырды. Уақыт сырғып өтіп, қанша шабуылдаса да Манчестер Ситиге гол соғу бұйырмай қойды. Осылайша жанкүйерлердің үміті үзіліп бара жатты. Оған қоса төреші ойын соңына қосымша 5 минут уақыт қосты. Эдин Джеко 92 минутта бұрыштамадан әуелеген допты баспен ұрып, таразы басын теңестірді. 2-2. Және бұдан 2 минут өтер өтпестен Серхио Агуэро гол соғып, өз командасын алға шығарып, Манчестер Ситидің басты қаһарманы атанды. Осылайша футболдағы ең драмаға толы ойындардың бірі болған бұл матч Манчестер Ситидің тарихта премьер лигада алғаш рет чемпион болуымен аяқталды. Міне, қазіргі сәтте аузын айға білеген Манчестер Ситидің тарихи кезеңдері осыдан бастау алды десек болады. Агуэроның дәл осы ақырғы минуттардағы соққан жеңісті голын Сити жанкүйерлері еш уақытта естен шығармасы айдан анық. Чемпиондар лигасының 2016-17 жылғы маусымының 8-ден 1 финалдық кезеңінде ПСЖ мен Барса командалары жолықты. Алғашқы Франциядағы өткен кездесуде париждіктер ойламаған жерден каталондықтарды 4-0 есебімен тасталқан етіп жеңген болатын. Және осындай нәтижеден соң шыны керек Барса есеп қайтарып келесі кезеңге өте алады дегенге сенгендер кемде кем болды. Алайда Камп Nou стадионындағы қарымта матчта адам сенгісі жағдай орын алды. Ойын бастала салысымен ақ шабуылға лап қойған Барса 3-ші минутта есеп ашып, Луис Суарес гол автор атанды. Кейіннен 40-шы минутта Курзава өз қақпасына гол соғып алды. 2-0. 49-шы минутта париждіктер қақпасына пенальти белгіленіп, Месси нүктеден мүлт кетпей есеп 3-0-ге жетті. Қос ойын қорытындысы бойынша есепті теңестіруге бір ғана гол соғу қалды деп отырған сәтте, 62-ші минутта Кавани гол соғып кетіп, есепті 1-3-ге жеткізіп, Барсаны өте қиын жағдайда қалдырды. Осылайша келесі кезеңге өту үшін алаң қожайындарына 3 гол қажет болды. Ал уақыт болса зымырап өтіп жатты. 88-ші минутта Неймар айып соққысынан гол соғып, жанкүйерлерге үміт сыйлады. Төреші болса ойын соңына қосымша 5 минут уақыт қосты. Ойларында шабуылдаудан басқа ештеңе болмаған Барса 91-ші минутта пенальти орындауға мүмкіндік алып, Неймар есепті 5-1-ге жеткізді. Және соңғы ұйымдастырылған шабуыл сәтінде Неймардың пасын сәтті пайдаланған Серхи Роберто өз командасының 6-шы голын соғып, Барселонаны келесі кезеңге алып шығып, қаһарман атанды. Дәл сол ойынды және дәл осы голды каталондық клубтың жанкүйерлері еш уақытта естерінен шығармайтыны айдан анық. Сөзсіз бұл ойын футбол тарихындағы ең үздік ұмытылмас камбектердің бірі болып есте қалды. Бүгінгі топтамамыздың екінші орнына Чемпиондар лигасының 2018-19 жылғы маусымының жартылай финалы қарсаңындағы Ливерпуль мен Барселона арасындағы өткен кездесу жайғасады. Алғашқы Камп Ноудағы болған кездесуде Барса өз алаңында ағылшындарды қиындықсыз 3-0 есебімен жеңгеннен соң, көпшілік Барсаны алдын ала финалға өтіп қойды деп болжаған болатын. Алайда шешуші жауапты ойында нағыз естен кетпес таңғажайып тарихи камбек болады деп ешкім ойламаған болса керек. Ойынның 7-ші минутынан ақ Диво Гориге гол соғып, Ливерпуль есеп ашты. Дегенмен бұл голға Барса аса қатты сескене қойған жоқ. Себебі мерсисайдықтарға әлі бақандай жауапсыз 3 гол соғу керек болғантын. Алғашқы тайм осылайша 1-0 есебімен аяқталып, нағыз қызықтың көкесі екінші таймның ақырғы минуттарына дейін ұласты.
Ливерпуль бапкері Юрген Клоп бірінші тайм аяқтала салысымен Робертсонды қосалқы құрамға отырғызып, алаңға Жоржиньо Виналдумды шығарды. Және дәл осы ауысым ойын тағдырына тікелей әсер етті десек, артық айтқанымыз емес. Барсаның қорғанысы сыр беріп, нидерландиялық футболшы 54 пен 56 минуттарда ойламаған жерден қос голды соғып кетіп, осылайша 2 матч бойынша жалпы есеп теңесті. Әрі қарай Барселона ойыншылары еш жиюға ұмтылып, бірнеше рет қауіпті шабуылдар ұйымдастырды. Алайда Месси бастаған ойыншыларға Алиссон қорғаған қақпадан саңылау табу мүмкін болмады. Ал кездесудің 79 минутында бәріміз білетін, тарихта қалған сол баяғы Трент Александр-Арнольдтың орындауындағы бұрыштама орын алды. Барса қорғаушыларының өрескел қателігін пайдаланған Дивок Ориги есепті 4-0-ге жеткізіп, ойынға нүкте қойды. Осылайша Ливерпуль ешкім күтпеген жерден камбэк жасап, Барсаны финалға шығу мүмкіндігінен айырды. Дәл осы жеңіліс Барсаға қатты ауыр тигені соншалық, әлі күнге дейін каталондық ұжымның жанкүйерлері дәл осы Энфилдтегі өткен ойында жылаумен еске алады. Сонымен бүгінгі шығарылымымыздың бірінші орнына да келіп жеттік. Чемпиондар лигасының 2022 жылғы маусымының жартылай финалында Манчестер Сити мен Реал командалары жолығып, бұл матчта мадридтіктер драмаға толы камбэктің патологын қойып тастаған болатын. Алғашқы ағылшын еліндегі болған кездесу аса тартысқа толы болып, командалар бір-біріне аяусыз гол соғып, Сити ұжымы 4-3 есебімен жеңіске жеткен еді. Сөйтіп барлығы Мадридтегі қарымта жауапты ойында шешілетін болды. Мадридтегі ойыннан да жанкүйлер алғашқы матчтағыдай голдарға толы талас тартысты күткен болатын. Алайда кездесудің аяқ жағына дейін 0-0 есебі сақталды. Десе де нәтижелі шабуыл нәтижесінде 73 минутта Рияд Марез гол соғып, Сити ұжымы есеп ашты. Осылайша қос ойын нәтижесі бойынша 2 доп айырмасымен артта қалған мадридтіктердің жағдайы одан бетер қиындай түсті. Уақыт Ситидің пайдасына орай зымырап, соңғы минуттарға да келіп жетті. Соңғы 90-шы минутта басталды. Әрі қарай төрешінің қанша минут қосатыны белгісіз. Ал Реалға болса, бір емес, 2 гол соғу қажет. Дәл осы кезде сарапшылар Реалдың келесі кезеңге өтетін мүмкіндігін небәрі 1% деп бағалаған болатын. Үміт үзбеген мадридтік ұжым ақыры қарқынды шабуыл ұйымдастырып, Родриго әуелі дәл 90-шы минутта гол соғып, таразы басын теңестірді. Төреші ойын соңына қосымша 6 минут уақыт қосты. Және алғашқы голдан санаулы секундтар өтер-өтпестен Реал тағы да шабуылға лап қойып, Родриго әуеден келген допты баспен ұрып гол соғып, өз командасын құтқарып қаһарман атанды. Қос ойын қорытындысы бойынша есеп тең болғандықтан қосымша экстра таймдарға дейін созылды. Бұл 2 голдан кейін Ситидің ойыншылары да, бас бапкер Хосеп Гвардиола да және жанкүйлер де барлығы да аң-таң күйде өз көздеріне өздері сенбей есеңгіреп қалды. Осын ұтымды пайдаланған мадридтіктер экстра тайм бастала салысымен 95 минутта гол соғып, Бензема 11 метрлік айып добын сәтті орындады. Осылайша мадридтік Реал ешкім ойламаған жерден таңғажайып камбэк жасап, барша футбол жанкүйлерін таңғалдырып тастады. Бұл ойын футбол тарихындағы ең үздік камбэктердің қатарынан ойып тұрып орын алатыны күмәнсіз. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса лайктарыңызды басуды, сондай арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.